Баршаңызға қайырлы күн, бүгінгі күндеріңіз сәттілікке толы болсын. Қалдарыңыз қалай, амансыздар ма? Бүгін осында қарнымыз қатты ашқан кезде тез дайын бола қалатын, 15 минутта бар болғаны дайын болып пісіп шығатын тұқым шай деген тағамды жасайтын боламыз. Өте керемет дәмді болады, жасап көріңіздер. Көп нәрсенің қажеті жоқ. Каналға тіркеліп, лайк басып, подписка жасауды ұмытпаңыз. Комментарияға өз ойыңызды қалдырыңыз. Бізге бар керегі 2-3 бас жаңағы пияз, және де қалауыңызша болгарский, және де қызанақ, жұмыртқа болса жеткілікті. Осылардың барлығын ұсақтап турап аласыз. Ұсақтап турап алғаннан соң барлығын жаңағы рет-ретімен салып, қуырып пісіресіз. Өте тез дайын болады. Кей адамдар пиязды тірі күйінше жақсы көреді, ал кей адамдар пиязды қатты өлгеннен кейін өлтіріп қуырғанды жақсы көреді. Өте керемет шығады. Үйде жасаңыздар. Балаларға берсеңіздер де болады. Сіздерде адам саны көбірек болатын болса, бұл порцияның азық-түлігін 2-3 есеге көбейте саласыз, артық етпейді. Бізде 2 адамға жасалды. Өте керемет болды. Жұмыстан келген уақытта, бір жақтан сабақтан келген уақытта тезірек қуырып жей салатын тағамның түрі. Әрине үнемі жұмыртқа, сосиска, колбаса қуырып жей бергеннен адам шаршайды. Сол себепті осылай әдемі кішкене вид беретін керемет тойымды, ең бастысы өте тойымды. Көріп отырғандарыңыздай пияз бен болгарский жақсылап қуырып, кішкене сарғайған соң үстіне қызанақты толық саламыз. Сіздерде жасап көріңіздер. Жалпы айтқанда керемет шығады. Қалауыңызша тұз қосасыз, бұрыш қосасыз. Содан міне көріп тұрғандарыңыздай помидордың сочный болса өте күшті шығады. Помидорым менде сочный. Соны осындай сулы болып, әдемі болып пісіп жатыр. Өте тойымды, нанмен ұрып жеп аласыздар ғой, былайша айтқанда күшті шығады. Жасап көріңіздер. Білетін болсаңыздар, білемін деп жаза кетіңіздер. Сіздер қалай жасайсыздар? Кей адамдар ішіне баклажан да турап жатады. Алдағы уақытта оны да сіздерге көрсететін болам. Каналға тіркеліп қойыңыздар. Қазақша каналды қолдап кетіңіздер. Баршаңызға мың алғыс дегім келеді. Жалпы міне 2-3 жұмыртқа қоссаңыздар болады. Жұмыртқаға шектеу жоқ. Негізінде міне осылай жұмыртқаны жарып аламыз да, кішкене үстіне тұз сепсеңіз болады. Мен жаңағы пиязды қуырған кезде көбірек сеуіп қойдым. Сол себепті жұмыртқаның үстіне тұз қоспайтын боламыз. Көріп тұрғандарыңыздай жұмыртқаны салғаннан соң кішкене жұмыртқаны ыңғайлы етіп жайғастырамыз да, сковородкамыздың бетін жауып қоямыз толығымен. Менде көріп тұрғандарыңыздай электрический плита. Бұл ыстығы ұзақ уақыт тұрады. Сол себепті крышкасын жапқаннан соң мен газдың астын өшіріп қоямын. Мені өшіріп қойғанда бір 3-4 минут, 5 минутта, 5 минуттан көп болады кей жағдайда. Осылай пісіп қалды, керемет болып пісті. Егерде сіздерде газдың, кәдімгі табиғи газдың плитасы болатын болса, ол кезде астын жай неге қоясыздар, жай отқа қоясыздар, содан пістіресіздер. Қалауыңызша ас көктерді саласыздар. Сыры көтіп жесеңіз болады. Өте керемет, тойымды, ең бастысы аппетитный, және де өте тәтті. Үйде жасап жеңіздер, балаларға жасап беріңіздер. Жалпы көкөніс өте пайдалы негізінде. Менің каналыма тіркеліп кетіңіз, лайк басып, подписка жасауды ұмытпаңыз. Баршаңызға мың алғыс деп айтқым келеді. Сіздерге ас болсын.